Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен тағам дайындамаймыз. Бүгін біз сіздермен осындай қысқа дайындық басталып жатқан шығар барлықтарыңызда. Сондықтан да мен сіздерге осындай малинаның қайнатпайтын тосап жасайтын әдісін көрсетемін. Дәрумендер өзіне сақталған әдемі малина қысқыға дайындаймыз. Ең алдымен мен осындай қағазға әдемі малиналарды езілмеген құрғақ күйінде осындай қағазға жақсылап тұрып әдемілеп қойып қысқыға қатырып аламын. Қыстың күні әртүрлі тәттілер пісірген кезде осы малиналарды торттардың үстіне бетіне қойсаңыздар әдемі болып тұрады. Мен осылай екі ыдысқа бөліп қойдым. Осыны морозилькіге қатырып аламын. Достар, енді қалған малина мен 4 килограмм. Осыған 4 килограмм қант қосып, 1 стақан су құйып, жақсылап қанты ерігенше араластырып, сосын оны немесе блендермен, немесе мясорубкадан өткізіп, жақсылап тұрып еземіз. Міне осындай қол блендермен де осымен мен жақсылап езіп аламын. Міне достар, менің малина жасалған тосабым дайын. Осындай әдемі түсте, түсі бәрі өзін сақталған, дәрумен де өзін сақталған. Осындай әдемі малина шықты вареньясы. Енді осыны мен үй жағдайында осындай бутылкаларға салып қоямын, құйып морозилькіге қатырып. Егер де сіздерде контейнерлер болса, әдемі соған салып қойсаңыздар да болады. Қысқыға осылай жасақтаған өте пайдалы, өйткені қайнатқан вареньяның дәрумендері аз болады. Достар, міне мен бутылкаларға құйып қойдым. Енді осы бутылкалардың қапақтарын жауып морозилькіде сақтаймын. Кез келген уақытта алып жесеңіздер де сол дәрумен өзін сақталған свежий, дәмді малина болып тұрады. Достар, енді бағанағы біздің қатырған малиналарымыз міне осындай бір-біріне жабыспайтын әдемі малиналар болып қатырылды. Енді осыны кез келген уақытта алып тәттілеріңізге қоссаңыздар болады. Достар, егер де менің сіздерге рецептім ұнап жатса, маған лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.